Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мақпал. Бүгін бізде бауырдан құймақ. Құймақты қасына гарнир қосып ыстық тамақ ретінде немесе тісбасар ретінде ұсынуға болады. Кез келген 400 грамм бауырды сырттағы пленкаларынан және де сіңірлерінен тазалап аламыз да блендердан өткіземіз. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünle sev. Her yanım aşksan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim. 400 грамм бауырға 400 грамм пияз қосамыз. Пиязды да блендердан өткізіп аламыз. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Бауырды және де пиязды, одан кейін 2-3 штук жұмыртқа, ұн, сүт, тұз, бұрыш бәрін қосып араластырамыз. Алдымен қызып тұрған табаға 1 қасық құймақты пісіріп аламыз. Оның тұз бұрышы бары жақсы дәмін тексеріп алғаннан кейін әрмен қарай пісіруді жалғастырамыз. Zoraki bir sevdada, çaresiz sırılsıklam. Бауырымызды қуырып алғаннан кейін соус жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге сарымсақ, майонез және де укроп керек. Барлығын видеодағыдай әдемілеп қатарлаймыз және де өзіңізге қалай ұнайды солай безендіреміз. Көптен көп рахмет. Осымен біздің құймағымыз дайын. Маған тіркеліңіздер және де лайк басыңыздар. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.